Саламатсыздарбы құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ күресінің ережесі. Барлық жарыста әрбір белдесуге тағайындалған төрешілер тобының құрамы болады. Сол төрешілер тобының құрамына кілем жетекшісі, кілемдегі төреші және қапталдағы төреші, яғни 3 ресми төреші енеді. Төрешілер тобын кездесу кезінде алмастыруға үзілді-кесілді тыйым салынады. Тек сырқаттанып қалуын дәрігерлік қорытынды айғақтаған жағдайда ғана төрешілердің ауыстыруы болады. Төрешілердің қара түсті костюм шалбары мен көк түсті көйлегі және қызыл түсті мойын жібі болуы шарт. Қыста костюм шалбар, жазда көйлекпен төрешілік жүргізіледі. Атағына байланысты айырым төс белгілері болуы керек. Төрешілердің жалпы міндеттері: кілем жетекшісі, төрешісі, қапталдағы төреші әрбір қолданылған әдіске жеке баға бере отырып, түпкілікті шешім қабылдау керек. Төрешілердің міндетіне жарыс ережесінде қаралған айыптау шаралар да кіреді. Техникалық хатшы жазбалар екі қарсыластың барлық әдіс айласына берілген бағаның нақты көрінісі болып табылады. Бас төреші жарысқа басшылық жасайды және жарыстың ережеге сәйкес өтуін қадағалайды. Бас төрешінің міндеттері: төрешілерді топ-топқа бөліп, әр айналымның жұп құрамына тексеріп бекітеді. Арыз немесе наразылық белгілеріне өз шешімін айтады. Төрешілер алқасының мәжілісін күнде жарыс алдында, сондай-ақ қажет жағдайда жарыс кезінде өткізеді және белдесудің қорытынды шешімін келесі айналым белдесулері басталғанша шығарады. Жарыстың бірінші күніндегі қорытындыны шешімін сол күнгі жарыс соңында төрешілер жиынында міндетті түрде бекітеді. Іс қағаздары мен хаттамаларды белгіленген уақытта жарысты өткізген ұйымға тапсырады. Бас төрешінің құқығы: жарыс өтетін орын бәсеке басталғанға дейін даяр болмаса, жарысты тоқтатады. Жарысты өткізуге кедергілер кездессе, жарысты доғарады немесе уақытша үзіліс жариялайды. Өте қажет жағдайда жарыс күнтізбесі мен бағдарламасына өзгеріс енгізеді. Өрескел қателіктер жіберген немесе өздеріне жүктелген қызметі мінсіз атқара алмаған төрешілерді міндетінен босатады. Жарыс кезінде дөрекілік көрсетіп, төрешілер немесе жарысқа қатысушылармен жағаласқан команда басшысына ескерту жасайды. Моральдық көзқарас тұрғысында жат қылықтар көрсетіп, дөрекілік танытқандарды жарыстан шеттетеді. Балуандардың әрекетін бағалауда төрешілердің пікірі бір арнадан табылмай жатса, қорытындыны хабарлауды тоқтата тұрып, қосымша талқылаудан кейін кесімді шешім шығаруға құқылы. Бас төрешінің үкімдерін жарысқа қатысушылар, төрешілер, команда өкілдері мен бапкерлер бұлжытпай орындауға тиіс. Бас хатшы төрешілер алқасы мәжілістің хаттамасын жүргізеді. Жарыс айналымы бойынша кездесулер реті мен жарыс тізбесін дайындайды. Бас төрешінің үкімдері мен шешімдерін әзірлейді. Өтініш тілек-хаттарды тіркеп, оны бас төрешіге табыс етеді. Барлық төрешілерге қатысты іс қағаздарын реттейді. Жарыс хатшылығының жұмысына басқарады. Бас төрешінің рұқсатымен хабарлаушыларға, команда өкілдері мен тілшілерге мәліметтер береді. Белдесуге жауапты кілем жетекшісі ережелерді және барлық өзіне жүктелген міндеттерді орындайды. Кілемдегі төреші мен қапталдағы төрешінің жұмысын үйлестіреді және белдесу барысын жіті бақылайды. Ережеге сәйкес белдесу барысында өз бағасын береді. Кілем жетекшісінің құқығы: егер кілем жетекшісі, кілемдегі төреші және қапталдағы төрешінің қабылдаған шешімі нақты іс-әрекетпен сәйкес келмейді деп есептесе, ол шұғыл түрде бәсекені тоқтатады. Бұл мәселе олардың қатысуымен талқыланғаннан кейін ол бұрынғы шешімді өзгерте алады. Және егер кілем жетекшісі, кілем төрешісі және қапталдағы төрешінің арасында түсініспеушілік туса,
Онда кілем жетекшісі түпкілікті шешім қабылдау үшін жарыстан бас төрешісін шақырады. Егер шешім бас төрешінің қатысуымен әділ шешілмесе, төрешілер алқасының төрағасы, спорт комитетінің, Қазақ күресі федерациясының өкілінің қатысуымен шешім қабылданады. Кілемдегі төреші белдесудің ережеге сәйкес өрбуіне жауапты және қапталдағы төрешімен тығыз байланыста болуы керек. Нұсқау белгісімен белдесуді бастайды, тоқтатады және аяқтайды. Белдесу ережесінің сақталуына қатаң және қойып, балуандар өзінің нұсқау сілтемесіне тез арада мойынұсынып, бағынуы үшін жеке абырой, беделімен ықпал етуі керек. Сырттан ешкімнің жөн-жосықсыз араласуына жол бермей, белдесудің әділетті өтуіне жауапты. Кілемдегі төрешінің құқығы: салбырлық танытқан бір немесе екі балуанды да күреске шақырады және белдесуді ерте де, кеш те емес, дер кезінде тоқтатады. Үшінші, кілем шетінде қолданылған әдістің есептелінетінін немесе есептелмейтінін анықтайды. Балуандар шектеулі сызықтан сыртқа шығып кетсе, оларды кілем ортасына шақырып, белдесуді жалғастырады және төреші кілем жетекшісінің талап етуімен белдесуді тоқтатып, айқын басымдылыққа ие болған балуанды жеңіске жетті деп жария етуге міндетті. Қапталдағы төреші ережеде қарастырылған төмендегі барлық міндетті орындайды. Белдесу барысын мұқият қадағалап, әдіс қолданған балуанға ұпай береді. Сондай-ақ өз пікірін барлық жағдайда ашық айтуға тиіс және салбырлық танытқан балуанды ширақ күресуге шақырады және ескерту беруге белгі береді және таза жеңісті белгілейді. Белдесу кезінде қапталдағы төреші аңғармай қалған немесе басқа да әрекетті тез айту керек деп тапса, ол балуанның белбеу тұсын көрсетіп, назарын аударуға тиіс. Белдесу мұқият бақылау кезінде, әсіресе ерекше жағдайда өзі отырған тұста жүріп тұруына болады және қапталдағы төрешінің қандай да бір пікірі екінші төрешімен бір жерден шықса, олардың шешімі нақты болып табылады. Төрешілерге қатысты жазалар: Қазақ күресі федерациясы спорт комитетінің өкілі ережеде көрсетілген тәртіп бойынша қателік жіберген төрешілер алқасына мынадай шаралар қолдануға құқығы бар: ескерту жасауға, екінші жарыстан шеттетуге, үшінші уақытша шеттетуге, төртінші төрешілер тобының мүшесін төменгі сатыға ысыруға және бесінші төрешіліктен мүлдем алып тастауға. Күрес барысында әдіс айлалардың бағалануы және белдесу нәтижелері. Қазақ күресінде балуандар түрегеп тұрып күреседі. Аяқтан ұстауға болмайды, бірақ аяқпен жасалатын әдістерді қолдануға құқылы. Тізерлеп отырып әдіс қолдануға да рұқсат етілмейді. Бірақ басқа әдіс тәсілдерді қолдану кезінде тізенің, қолдың еріксіз кілемге тиюі ережені бұзғандық болып есептелінбейді. Егер жамбастап отыра қалып немесе кеудеден асыра лақтыру, балуанның денесі, жамбас, қолы, тізесі тисе, бұл ережені бұзғандық болып саналмайды. Әдіс қолданушы балуанға тиісті ұпай беріледі. Көк ұпай: жасалынған әдіс балуанның ішіне, қолына, тізесіне тиіп, балуандардың бірінің тізесі кілемге тиюімен аяқталған жағдайда беріледі. Дауыстап бүк деп айтылады. Оң не сол қолын иығының деңгейіне көтеріп, алақанын төмен қаратып ұстайды. Бір ескерту бүк әдісіне тең. 3 бүк бір жамбасқа тең. Жамбас ұпайы: жамбас бір немесе екі жамбасының тиюі әсерінен болған әдіс тәсілдері. Дауыстау жамбас деп айтылады. Оң не сол қолын иығының деңгейіне көтеріп, саусақтарын жұмырып ұстайды. Хаттамада Ж деп белгіленеді. Екі жамбас бір жартылай жеңіске тең болады және екі жамбас бір жартылай жеңіс айқын басымдылықпен жеңіс деп есептеледі. 4 жамбас айқын басымдылықпен жеңіс деп есептеледі. Сондай-ақ екі ескерту жасаған жағдайда жамбас ұпайы беріледі.
жартылай жеңіс, көпірге тұру және бір жақ қырының тию әсерінен болған әдіс-тәсілдер. Дауыстау жартылай жеңіс деп айтылады. Оң не сол қолдың иығының деңгейіне көтеріп, алақанның қырымен төмен көрсетіп ұстайды. Хаттамада Ж деп белгіленеді. Екі жартылай жеңіс айқын басымдылықпен жеңіс деп есептеледі. Таза жеңіс, екі жауырынның тиюі әсерінен болған әдіс-тәсіл. Оң не сол қолын жоғары көтеріп, алақанын алдыға белгілеп ұстайды. Хаттамада Ж деп белгіленеді. Таза жеңіс балуан қарсыласының екі жауырынын кілемге тигізген жағдайда беріледі. Оң не сол қолын жоғары көтеріп, алақанын алдыға белгілеп ұстайды. Қазақ күресіндегі ерекше жағдайлар. Тізерлеп отырып жасалған әдістер есепке алынбайды әрі бағаланбайды. Екінші, көпір арқылы жасалған әдістер есепке алынады және бағаланады. Түсініктеме: егер қарсыласын арқасынан лақтырып, кеудесін қысып, табандылықпен жылдам аударып тастаса, әдіс болып есептелінеді. Екінші, егер де кеудеге салып, арқасымен лақтырып, ал қарсыласы қарсы амал қолданса, әдіс қарсыласының еншісіне жазылады. Үшінші, егер де әлде бір құлап тастау әдістері сәтті болмаса, онда ешкімге ешқандай ұпай берілмейді. Төртінші, әдіс жасау кезінде балуанның денесі, тізесі, қолы тиіп тоқтаусыз жасалған тәсілдерге тиісті ұпайлар беріледі. Қоян-қолтық күрес. Негізгі уақыт біткеннен кейін қосымша 3 минут белдесу уақыты беріледі. Қолы белден шығып кеткенде, тізесі тигенде, аяғы кілемнен шығып қалғанда, ескерту алғанда жеңіліс болып саналады. Қоян-қолтық белдесу кезінде құлап жасаған әдіс есептелінеді. Егер жоғарыда айтылған анықтаудағы себептер қолданылмаса, онда жеңіс келесі түрде анықталады. Салмағы жеңіл палуан жеңімпаз деп есептелінеді. Белдесудің негізгі кезінде балуандар тең ұпай иеленсе, жеңімпаз қазақтың көне қоян-қолтық күресі арқылы қосымша 3 минуттық уақытта анықталады. Мұндай жағдайда балуандар арнайы тағанға тұрып бір-бірінің белбеуінен ұстайды. Жеңімпазды анықтау. Әдіс қолдану кезінде немесе қарсыласының әрекетінің әсерінен дене мүшесі, яғни қолы, тізесі, жамбасы, жауырыны, іші кілемге тиіп кеткен жағдайда анықталады. Егер жоғарыда айтылған әдістер қолданылмаса, онда жеңіс мына жолмен анықталады. 1. Салмағы жеңіл балуан жеңімпаз атанады. 2. Белдесу кезінде балуан кілемнен шығып кеткен жағдайда беріледі. 3. Белдесу кезінде арқасы арқылы құлап немесе бір қырымен жата лақтыру әдісін сапалы жасаған балуанға беріледі. Кілемге шақыру және белдесуді бастау. Балуандар кілемге дауыстап шақырылады. Алайда, дәлелді себептерге байланысты балуан бірінші айналымның бірінші жұбына кешігіп келетін болса, кездесу 2 минут уақытқа дейін шегерілуі мүмкін. Есімдер аталып, шақырылғаннан кейін әр балуан күртешесінің түсіне қарай кілемнің оң не сол бүйіріндегі өз орнына келіп тұрады. Балуандар таныстыру кезінде оң қолымен сол кеудесін басып, төрешілер мен көрермендерге бас иіп тағзым етеді. Кілем төрешісі белгі берісімен балуандар кілем ортасына шығады. Баста дегеннен кейін белдесулер жалғасады. Күрес барысын тоқтату және жалғастыру. Белдесу мынадай жағдайларда тоқтатылып, кілем ортасында жалғастырылуы керек. Егер де балуандар кілемнен шығып кетсе және балуандар сылбыр белдесіп енжарлық танытса, төреші тоқта деген кезде алақанды кеудеге көтеріп белгі береді. Ереже бұзылса, тоқта деп дауыстап және алақанын жоғары көтеріп белгі береді. Күрестің аяқталуы. Белдесу таза жеңіспен немесе айқын басымдылықпен ұтқанда, 4-ші рет ескерту алған жағдайда, және де белдесу берілген уақытта аяқталғанда және белдесудің аяқталуын анықтайтын белгі берілгенде аяқталады. Ескертулер. Егер балуандардың қимылы жан-жақты да белсенді күрес тәсіліне қайшы келетін болса және қимылдары сылбыр деп анықталса,
белдігін әдейілеп шешкен жағдайда кеудеше етегінен ұстап әдіс жасалғанда белдесу тоқтатылып, кінәлі балуанға қатаң ескерту жасалады. Сонымен қатар дөрекілік көрсеткен балуанның жаттықтырушысына да ескерту беріледі. Екінші рет қайталанған жағдайда келесі қатаң ескерту беріліп, жарыстан шеттетіледі. Бұл оқиға назардан тыс қалмау үшін хаттамада жазылады. Белдесу кезінде жасалынған әдіске сенімсіздік келтірген жағдайда балуанның жаттықтырушысы қамшыны көтеріп наразылық білдіреді, немесе кілем ортасына қамшыны тастау арқылы төрешінің берген бағасына келіспейтіндігін білдіре алады. Күрес барысында тыйым салынған әрекеттер: белдесу кезінде төбелесуге, баспен соғуға, қылқындыру әдісін жасауға, қарсыласының өміріне қауіпті аяқ-қолды сындыратын әдістерді қолдануға болмайды. Егер белдесу барысында балуан тыйым салынған тәсілді қолданса, оның бұл әрекеті заңсыз деп табылып, белдесуден шеттетіледі. Белдесу кезінде төрешілерге қол жұмсап, ар-намысына тиген бапкерлер, балуандар Қазақстан Республикасы Қазақ күресі федерациясының шешімімен 1-3 жылға дейін жарыстардан шеттетіледі. Төрешілер жұмысына араласқан бапкерлер жарыстан уақытша шеттетіледі. Жазбаша наразылықтар: белдесу кезінде ереже бұзушылықтан анықтаған команда жетекшісі бас төрешіге әр белдесуде бір-ақ рет ауызша наразылық білдіре алады. Егер де наразылыққа жауапты түсініктеме берілмеген кезде, команда өкілі федерацияның ресми қызметкеріне төрешілер алқасының төрағасына 30 минут ішінде жазбаша наразылық білдіруге құқылы. Жалпы осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.